Балам ғой. Үйленем деп жаңа жылдың қарсаңында келін әкелем деп қоймайды. Мен айтам, қайдағы үйленем? Әлі жассың, оң мен солыңды таны. Жасың 41-ге енді келді. Қайдағы үйленем десем тыңдамайды. Келін әкелем деп. Мейлі әкелсін көрейік енді. Мама, келініңізді алып келдім. Өтінем сізден артық әңгіме айтпаңызшы. Айтпайым. Аты Алма. Алма? Иә. Саламатсыз ба? Ош. Мам. Құдай сақтасын, алма емес. Асқабақ қой мынауың айналайын. Не жеген мына бәле? Бауырсаққа нан қосып жей берген ба? Құдай сақтасын. Кез келген тамаққа майонез салып жей берген сияқты ғой мынау. Мам. Аты кім, капуста дедің ба? Алма. Алма? Жасы қаншада мына бәленің? 30. Сосын айта бер. 30-дың ар жағында бірдеңе бар шығар. 37, 38, 39 деген. Жоқ, 30-дың өзі. Алдында бар шығар мүмкін. Қалай сонда? Білмеймін ғой, 130 ба, жасы 230 ба, 330 ба, черепақы тартилла құсаған. Құдай сақтасын. Алма емес, компот қой мынау, құдай сақтасын. Ай, балам-ау, мынаған үйленсең, үйде тамақ жоқ кезде сен жеп қоймай ма? Ой, қойыңшы. Үстіңе аунап кетсе, түнде ұйықтап атқан кезде наклейкі болып қалмайсың ба, балам-ау? Құдай сақтасын. Мынаған үйленсең, үйдегі машинені сату керек, балам-ау. Не үшін? Енді біздің машина тико ғой. Мынаның туфлиінің размерімен бірдей ғой. Ай, менің балам шынымен жақсы көресің бе? Ай, тамақ ретінде емес, адам ретінде деп атырым. Сүйем балаңызды, сүйем. Барлық жерінен сүйгім келе береді. Құдай сақтасын, ужас. Күлкісі қандай неприятный, дауысы қандай неприятный. Осы ма әкелгенің? 41 жасқа дейін таңдап жүріп? Сүйіп қалдым ғой. Қайда тұрасың? Осы ауылдың қызымын. Осы ауылдың қызымын дейді. Дұрыс қой, осы ауылдан басқа ешқайыққа шыға алмайды ғой. Мынау мінген машина бұзылады, самолет құлайды, пойыз сынады, ешқайда шыға алмайды ғой бейшара. Әке шешең бар ма, әлде жеп қойдың ба? Иә, қалада тұрады әке шешем. Әке шешесі келуге қорқады да, келсе мынау жеп қояды деп. Жанияда қанша баласыңдар? Мен үйдің кенжесімін. Менің алдында дардай 4 ағам бар. Ағаларыңның дардай екенде вообще сомнение жоқ. Әй, албасты, 4 қайнағаң бар екен, сүмелек, 4 қайнағаң бар екен. 4 қайнағаң үйге келсе бір сиыр жеп кететін білесің ба? Мынаның ағаларының бәрі кілең оверсайз ғой, құдай біледі. Мынау кенжесі мынау, тоңғышы қандай болады? Үйге қайнағаларың келсе барлық сиырдың бір аяғынан ұстап алып 4 қайнағаң бүйтіп акарачка сияқты қылып жеп қояды ғой, сүмелек. Жылама болды. Жылама болды. Жылама. Ой, қозым, түріңнен айналайын сен. Болды, жылама. Енді биыл жаңа жылдан қалмай үйленейік та. Енді жөн сұрасып жатырмыз ғой енді. Жұмыс істей ме өзі? Жұмысы бар ма? Иә, Алмуша үлкен компанияда жұмыс істейді. Дұрыс қой, енді кішкентай компанияға сыймайды ғой мынау. Мынау үшін арнайы үлкен компания салу керек қой бір. Айлығың қанша қарағым? 45 мың. 45 мың? Иә. Сен 45 мың менің баламның туалетный бумагасына да жетпейді ғой, қарағым-ау. Сен мені позор қылдың ғой. 45 мың теңге деген не масқара, балам-ау. 45 мың теңге деген не сұмдық? Не сұмдық 45 мың теңге? Әй, қайда 45 мың теңге? Кім алады онда айлықты қазір? 45 мың доллар айлығы, мисли что? Қанша дейді? 45 мың доллар. Не деген көп ақша? Айттым ғой сізге. Алмуша үлкен мұнай компаниясында бастық болып жұмыс істейді деп. Мұнай компаниясында? Иә. Бірден сөйтіп айтпайсың ба? Айналайын, ақ құдай болған келінім, аппақ болған келінім, балапанымның сыңары. Құдай жүрсің қандай әдемі, күлгенің қандай әдемі, түрің қандай әдемі, қыпша беліңнен айналдым, аппақ болған келінім, қадамым құтты болды. Не? Бағана ғана сізге ұнамай жатыр еді ғой. Осы жерде бір адам ұнамаса, сен ұнамай тұрған. И вообще неғып тұрсың мына жерде? Не істеймін? Базарға бар. Қой әкел. Көршілердің бәрін тойға шақыр. Беташар той болады. Той жасаймыз. Үйленесің. Иә, үйленесің. Шаным сол пылпылдаған бетінен айналайын сенің. Шымшып алса 1 литр шемшкінің майы шығатын. Құдай сенің түріңнен сенің. Не? Қойдың ақшасы ше? Қойдың ақшасы... Бейшаралар. Қой алуға ақшаларың жоқ. Қазір өзім ақ берейінші.
Тойдың ақшасы. Мына жерде евро жете ма? Әкесінің аузы сиыр алшы бар. Сиыр алайын ба? Иә, сиыр. Болды, бара берейін ба? Жүгір. Ура! Тоқта. Ау, мама. Орамалың қайда? Орамал. Орамал да келді. Қазір әкелем. Орамал да келді. Қытай кескіңнен айналайын сенің, түріңнен айналайын, пылпылдаған бетіңнен айналайын сенің, аппақ болған ақ келдім. Болса әкел орамалды. Жаным сол, қадамың құтты болсын, қарағым. Иә. Сорлы, манадан үлкен таппадың ба? Жоқ. Бара берейін. Бетіңе жетсе жабайын енді. Мұна бетінің жартысына да жетпейді ғой құрмағыр. Мен кеттім, мама. Ай, келісіп алайық қарағым. Бұл менің жалғыз балам. Білеміз. Ертең үйленгеннен кейін сен мені ене дейсің бе, әлде мама дейсің бе? Мен сізді ақ мамам деп еркелетем. Құдай, даусыңнан айналайын сол, ақылыңнан айналайын, ақ мамам деп айтам дейді. Ал мен сені ақ келінім деп еркелетем. Қойыңызшы. Ақ келінім менің. Қойыңызшы. Ақ келінім менің. Қойшы, мама. Айналайын. Кешіріңіз. Жоқ. Қолым ауырлау кішкене енді. Итергенің қандай әдемі. Айналайын, 45.000 доллар. Ақ келінім, бетіңе жетсе жабайын. Қадамың құтты болсын, айналайын. Ау, ағайын, сәлемет батыр. Тойға келіңіздер. Той болады. Жүре ғой. Жаным сол жүре ғой.